Баршаңызға қайырлы күн достар. Қазір мен сіздерге қайшының дұрыс қайралу жолын, үш жолын көрсететін боламын. Біздің үйде осындай өтпейтін ескі замандағы қайшылар бар. Осылардың дұрыс қайралу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдауды ұмытпаңыздар. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Менің бұл қайшыларым матаны дұрыс қимайды. Қазір мен матаны көрсететін боламын. Қиып көріп тұрғандарыңыздай мына орамалға дұрыс өтпей жатыр. Яғни мен қиналып қатты жасаған өзіне дұрыс өтпей жатыр. Екінші қайшымда да солай қатты өтпейді. Ендеше кеттік, менімен бірге жасап көріңіздер. Туыс-туғандарыңызға, аналарыңызға және де қайшыны көп пайдаланатын жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Қайраудың бірінші жолы инеден бастаймыз. Қарапайым тігінге арналған инені аламыз. Бұл ине әр адамның үйінде болады. Осы инемен жасалу жолын көрсетемін. Қалай жасалу керек екендігін менімен бірге жасаңыздар. Қайшыны қолымызға аламыз. Қайшыны қайрау керек, сол қайшыны қолымызға аламыз. Және де бірінші иненің қайшының жүзі деген болады. Достар, қайшының жүзі бұл бізде өте ұшынан басталмайды, яғни ортасынан басталады. Қайшының жүзі ортасынан басталады. Сол жерден көріп тұрғандарыңызды дәл видеодағыдай жасаймыз, яғни жоғарыдан төменге қарай жібереміз. 1, 2, 3 деген сияқты төменге қарай тараймыз. Қайшының жүзімен инені тарап жатқан сияқты қатты қысамыз. Осы тез осы 2-3 рет қайталап жасап жібереміз. Қайраудың екінші жолы шыны құтышаны аламыз. Менің қолымда тұрған қазір вазелинді алдым. Достар, бірақ бұл әдіс уақытша қайрауға жатады. Себебі шыны құтышаға қайрау ол бізде қайшыны уақытша ғана қайрап тұрады. Мысал ретінде айтатын болсақ, бізде бір әрекет жасайтын кезінде пышағымыз өтпей қалған кезде біз мысалы шыныға, кесеге тез қайрап жібереміз ғой, сол сияқты уақытша қайрауға болады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай әрекетпен үйкеліс арқылы жасаймыз.
Ал осы 3 жылы өте тиімді және ұзақ сақталуға келетін, ұзақ пайдалануға жарайтын әдістің бір түрі. Бұл бізге керек зат қайрақ. Қайрақты мен қазіргі таңда 2 түрін алдым. Бірінші түрі бұл баяғы заманнан келе жатқан қайрақтың түрі, екінші түрі бұл жаңадан шыққан қайрақ. Осы әдіс арқылы жасап көрдім. Достар, осы жерде ескеретін жайт, бізде қайшының жүзі өте нәзік металл болып саналады. Сол себепті қайрақты пайдаланғанда өте абайлап пайдаланған дұрыс. Өте нәзік, ақырын ғана пайдаланамыз. Достар, міне мен осы 3 затты қолдандым және сіздерге көрсеттім. Сіздер де осылай пайдаланып көріңіздер. Нәтижесін көріп тұрғандарыңыздай, менің қайшым матаны, жаңа қиылмай жатқан матаны тез-тез қиып жатыр. Ешқандай да қысым түсірген жоқпын. Қайшым міне өте өткір болып, жүзі тез-тез матаның да қағазы да өте жеңіл қиып жатыр. Осы әрекет арқылы жасап көріңіздер. Осы әдіс ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қайрақты қайрауға ең бірінші ине арқылы қайрадым, және де шыны арқылы қайрадым, ең соңында қайрақ арқылы қайрадым. Осы 3 тәсіл арқылы қайрап көрсеттім. Қайсысы жеңіл, қайсысы оңай, қайсысы сіздерде бар, сол арқылы жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер, өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар, комментарийге жазыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда әлі де лайфхактардың түр-түрін салып отырамын.